қаласының тумасы қарсыласы Темірлан Абдрахманов. Орал қаласы ММА өкілі мен кикбокс өкілі арасындағы жекпе-жек. Міне қазір енді салыстырмалы түрде Абдрахманов қарсыласына қарағанда бойшаң. Орал қаласының азаматы кикбокс өкілі екендігін бағана сұхбат барысында айтқан болатын. Енді Жұмабеков оған қандай қарсы айла шарғы қолданады. Жігіттер бірден тек тұрып төбелесуге емін еркін кірісіп кетті. Абдрахманов аңдып жүріп қазір тамаша. Міне Жұмабеков басын бұққан сәтінде қарымта соққымен жақсы қағып түсіре алды. Тіке соққысы дәл тиді басқа ішке. Яғни екі сатыда жұмыс істеп жатыр қазір. Сақ Протим командасының өкілі Абдрахманов біраз сәттен көз жазып қалып жатыр. Тіпті тайминг тұрғысынан да қазір Жұмабеков бір бас жоғары екендігін көрсете алуда. Абдрахмановтың ішіне 3-4 соққына бірден дарытты. Жұмабековтың сезімталдығы өте жақсы екен шындығында. Соққыны көруі, соққыдан жалтаруы, әрі соққысын жеткізуі. Міне ең басты керекті қабілеттер ММА жауынгері үшін. Абдрахманов бәлкім еті қызып, тері енді шығып, осы минуттардан кейін ширата түсетін шығар. Қорғанысын одан сайын бұғаттап. Еще и заигрывает соперником Жұмабеков. Өте сезімтал, қағылез жігіт екен. Как-то нащупал, да? Вот ко второй минуте более-менее свою игру и свою дистанцию, уже действует так размашисто, позволяет себе где-то пофинтить немного. Жұмабеков всаживает хороший лоу. Абдрахманов, но тут же догоняет и переводит Ахар Жұмабеков своего оппонента, попытается зафиксироваться отсюда. Закрывает гард, по-видимому, Абдрахманов. Попытается таки встать. Теперь блокирует руки. Но 2,5 минуты это очень много. Продолжает работать по корпусу Ахар Жұмабеков. Молодой, очень перспективный боец из Семея. 23 года. Тренируется в команде Сақ Протим. Но, честно признаюсь, мы вот задаем себе вопрос. До сих пор на полулегковесов парни, признаться, не похожи. По антропометрии, просто по... Я 70 келден жоғары деп есептейсің бірден. Дене пішіндеріне қарап азаматтарды. Ну, с ростом 1,80 м Абдрахманов вообще на, скорее, полусредневес похож. Менің ойымша бұл генетикалық тұрғыдағы бір жігіттердің ерекше бір жақсы бітімдері шығар. Жақсы тамақ, жақсы жаттығу. Әрі бұл жігіттерді қазір енді өсіруге көптеген мүмкіндіктер бар ғой. Да. Витамин болсын жағы, дәрумен тұрғысынан. Сондықтан бұндай жігіттердің көп болған бізге жақсы. Дене бітімдері жақсы. Әрі да, локти от Жұмабекова. И ведь правда. Атай кететін бір сәт, мысалы, екі жігіттің де бойлары да, дене бітімдері де жақсы, және Жұмабеков өз салмағына өте сезімтал, жылдам. Не бұл жауынгер үшін өте таптырмайтын қабілеттердің бірі. Қысымды ақырын ғана ширата түсуде Жұмабеков. Абдрахманов та аса бір енді асып-сасып жатқан жоқ. Қарсыласын құшақтап, байлап, барынша тұрып кетуге жол қарастыруда. Жұмабеков осы раундтың басындағы басындығын сәл де болса айқастың қарқынын одан әрі ширата түспейін деген сыңайлы. Бұл бапкерлерінің өзінің бұрышының берген ақылы. Онда жақсы пайдалануда. Шынтақты іске қос деді Жұмабеков. Тұрғызбау керек деген команда естілуде. Жақсы қандай. Тағы да бір ішке соққы жасашы деген Жұмабековтың бұрышы. Тұрғызды. Қалған соңғы секундтар сәтінде Абдрахманов қандай қарымта жауап бере алады. Секіре барып
тіземен соққы жасап көрген еді. Дегенмен Жұмабеков барлығын жақсы сезіп тұр. Раунд аяқталды. Жігіттерден тер шықты. Бұл жігіттері қызды. Қан айналымы басқаша деңгейде жұмыс істеп жатыр. Айқас барысына тоқталатын болсақ, Қағарыс Жұмабеков бұл сәтте барлық тұрғыда басымдыққа қол жеткізе алды. Бейне қайталау сәті. Өте жақсы соққылар, өте дәл соққылар. Одан кейін қарсыласын партерге жайғастырған соң 2 минуттан астам уақыт тұрғызған жоқ. Бақылауында болды. Оң жанда Тимурлан Әбдірахманов екінші раундқа қандай өзгеріс алып келеді. Міне басты сұрақ осы қазір. Меніңше Дидар енді дәл осындай қарқынмен қазір Жұмабеков жалғастыратын болса, бұл айқас бәлкім уақытынан бұрын аяқталатын да шығар деген бір сұрақ, бір сондай болжам бар. Ну, да, вот я смотрю на рекорд, понятно, что, отталкиваясь от цифр, Абдрахманов должен быть поопытней, может быть, минимально, но все-таки. А тут именно Карас задает темп. Возможно, нужно пользоваться своей антропометрией, поработать с дистанцией Абдрахманова, ногами. А пока он сам же, наоборот, пытается зайти на близкую дистанцию. По ближней поработал Жумабеков. Ноге. Акарас выжидает и готов уже законтрить. Даже комбинирует все приемы. Акарас Жумабеков поработал серийно, выбросил двойку по ближней. Равновесие немного потерял Абдрахманов на секунду. Вернулся в стойку. Карас. Хорош на руках, правда. Очень мобильный парень. Абдрахманов. Нужно демонстрировать активность. Ему бить в конце концов. Вот и заходит с одиночным. Вот и по ближней. Ногой. Все правильно. Инициирует он уже... определенные завязки в этот момент. Мидл кик. Вот Абдрахманов по передней ноге попадает он. Абдрахманов өзінің толқынын енді сезіне бастаған сыңайлы. Аз да болса өз қаштығын тапты және аяқ қолының ұзындығын пайдалануға кірісті. Дегенмен Жұмабеков қарап қалып жатқан жоқ. Дәл сондай қысым, дәл сондай дәл әрі ауыр соққылар және жалғыз жарым соққылар емес. Осындай бірнеше соққыдан тұратын комбинация. Оң қол қауіпті қазір. Қандай дәлдік мынау. Жұмабеков жұлып түсіретіндей соқты ғой қазір. Абдрахманов бірақ қарымта қайтаруға бірден ұмтылды. Алдыңғы қол. Осы джеб соққылар қалайша өтпейді Абдрахмановтың. Міне қайталай берсе жақсы. Абдрахманов енді соққыларының бағыттау траекториясын енді сезген сыңайлы. Бұл бір ойынға кірісті ме Жұмабеков? Бір сәтке өз бұрышына қарап әңгіме айтып, міне жақсы лоу-кик. Қайда кикбокстың мектебі? Міне Абдрахманов. Енді бір қанығыза бастаған сыңайлы бұл азаматтың. Очень хорошо уровень позиции. Вот сегодня. И опять, скорее всего, третий раунд предстоит нам увидеть. Это бои новичков, да, дебютантов, казалось бы. Размашисто работает Абдрахманов. Жумабеков принимает хороший джеб. Күліп қояды Жұмабеков. Әрі
өзінің физикалық күш қуатын сақтай алады ма? Міне осы сұрақ. Проход в одну ногу. Нужна подсечка. Жақсы. Так, на широком шаге втыкает буквально он оппонента в канвас. Занимает позицию за спиной. Попытка свалить соперника. Абдрахманов вновь встает. Хороший бой. Харс продолжает набрасывать. Жігіттерден Работает по бедрам. Сзади подключает колени. айызыңды қандыратын жекпе-жек дейді ғой. Шындығында жанкүйер жұртта тәнті болып тік тұрып қол соғатындай айқасты екі жігіт бізге тарту етуде. Абдрахманов Очень грамотно отработал Абдрахманов. Вытянулся в этот момент и отвел угрозу. Дважды уже пытался перевести его Жумабеков. Качественный раунд от обоих. Да, видно, что, наверное, Абдрахманов это ударник в первую очередь. Ну, вот... және мен риза болып отырғаным, Абдрахман бұл раундта жақсы қосты. Яғни басымдықты басып әлі беріп қойған жоқ. Да, где-то Жумабеков, по-моему, вовремя инициировал борьбу. Колено добавит 10 секунд. Последние секунды во втором раунде. Акробатикалық стильде қазір Абдрахманов. Раскат грома. Фаниль Рафиков был бы горд, если увидел это. Фаниль Его наследие Рафиков живет Найза. тік тұрып қол соғып. Бүгін біраз қызықтан құр қалды Фаниль. Келу керек еді. Келеді. Эфирімізге қонақ болып. Ардақ жанкүйерлер, біз бүгін өте жақсы деңгейдегі толыққанды бір турнирді тамашалап отырмыз. Өзінің бір басты жекпе-жегі бар. Енді бұған алда әлі бірнеше жұп байқасқа шығады, бірнеше салмақ дәрежесі бойынша. 66 әлі әрі 77 келі салмақта. Ал енді мұны азаматтар разы қылуда деп ойлаймын. Сенімді түрде айта аламын. Спорт плюс Қазақстан әрі Найза ТВ порталының тікелей эфирінде біз қазір өте жоғарғы деңгейдегі жақсы айқастардың куәгері болудамыз. Ағарас Жумабеков және Темірлан Абдрахманов. Үшінші раунд теке-тіреске толы айқас. Жумабеков тағда шабылды бірінші ол бастады. Соққы жасайтын қашықтыққа жіберіп қойды қарсыласын Абдрахманов. Бірақ өзінің ұрғандығын жеткізе алмауда. Бұл жігіт жас қой әрілде. Бар болғаны 20-ның төңірегіндегі азамат. Мен ойымша болашағы әлі де алды. Жылдамдық жетіспейді. Бірақ мінез басқа жағынан енді мен ойымша спортта әсіресе ММА әлемін түсінетін азаматтар өте жоғары баға береді деп ойлаймын. Кикбокс мектебінен шыққан Абдрахманов үшін жігіттер джеппен біраз атысып көрді екі тарап. Әттең тонның келтесай дейтін тұс шығар. Қолым ұзын, бірақ бағыттаған соққым жетпей жатыр. Неге? Өйткені қарсыласым Жумабеков соққыларының біразын көріп тұрып өте сезімтал. Бірақ оған мұңайып жатқан Абдрахманов жоқ. Лоу-кик соққыларын қосады. Осы тұста Жумабеков 1,5 джеб соққыларымен мазалап қояды қарсыласын. Өзіне сенімді сияқты. Оған дейінгі екі раунд менің еншімде деген іштей бір батылдық та бар. Қауіпті қазір. Жумабеков бұған дейінде осылай соққан болатын бірнеше мәрте. Бірінші джеб, одан кейін құлаштай барып, или қаппалдан әлде соң қолын жиі пайдаланды. Бірнеше ауыр соққыда тиді Абдрахмановқа. Үшінші раунд енді тең дәрежеде мен ойымша. Да, в целом очень высокий уровень динамики. В даже третьем раунде Абдрахманов
заходит с правым боковым, фехтуют, на отходе могут работать парни, в стойке хороши. Конечно, в борьбе, по-моему, Жумабеков поинтереснее намного выглядит, нежели его оппонент, но Абдрахманов защищается и очень недурно. Пока вопрос открыт касаемо победителя. Вот Найза Жекпе-Жек. И это тот случай, когда хочется дать контракт обоим. То есть не только тут одному из них, кто одержит победу. Сөзсіз келісем. Ох, Жумабеков размашисто сближается, и Абдрахманов тут же пытается выбрасывать свои длиннющие рычаги. Есть, достает джебом. Дальше смещается и заряжает боковой. Мына соққының бағытталуы дейміз ғой, жұмсалу траекториясын енді көру жағынан Жұмабеков мен ойымша қарсыласынан Выступила кровь, да, джебы Абдрахманову дают о себе знать. енді аяқ алысы шаршаңқырай бастаған Жұмабеков аяқ алысы аздап ауырлай бастады. Абдрахмановқа бұл тамаша мүмкіндік. Қалған 1,5 минутта осы қолдың ұзындығын, осы соққыларды жиі бағыттаса, мен ойымша біршама жетістікке жете алады. Оның қауіптенетіні Жұмабековтың оң қолы. Тамаша! Қосарланған, қосарланған джеб дейміз ғой. Міне, аяқ қамтылыс жасады. А зафиксироваться получится у Жумабекова. Нафакарас за спиной оппонента снимает захват Абдрахманов. Нет, такие со второй попытки нужно вставить в конце концов колено. Нужно улучшить позицию Жумабекову. Работает со спины, подключает колени, работает по бедрам. Абдрахманов показывает, что все в порядке. Успевает и с угловыми своим переговорить. Как-то снять захват, опять вернуться в прежнее положение. И можно разорвать этот клинч, этот захват. Ағарыстың соңғы 2 раундтағы тактикасы айна қатесіз қайталануда. Неге десеңіз, дәл осылай Смена позиции. Абдрахманов пытался пройти сам в ногу в ответ. И свечную позицию вовремя Абдрахманов бір қарымта сәтте өте жақсы қорғанған болатын. Есть наконец-таки перевод от Акараса. В концовке этого раунда ему удается таки оказаться сверху, но все. Очень достойный поединок от двух классных бойцов. Найза Жекпе-Жек. Это жігіттер жанкер жұртты разы қылды. Өте жоғарғы деңгейдегі тамаша айқастың куәсі болдық. Және де Ағарыс Жұмабеков 3-ші раундта қарсыласын атып ұрып, мен ойымша жақсы бір нүкте қойды. Енді төрешілер шешімі қалай болады екен? Но все равно вопросы есть, да, касаемо победителя. Екінші раундқа қатысты мен төрешілердің біраз ойланатын шығар деп ойлаймын. Боец из синего угла блин, победе сегодня. Однако контракт нужно дать обоим. Будет очень интересно посмотреть. Өте жақын жекпе-жек. Да. Бәлкім бұл жігіттер 1-2 айқастан кейін қайтадан кездесіп жатса, Найза лигасының көрермендері риза болады деген сенімді түрде айтуға болады. Просто когда есть кикбоксер с такой защитой, как у Абдрахманова, это говорит о потенциале. Ағарыс Жумабеков — это в принципе представитель новой школы ММА, который умеет и в стойке, и в борьбе. Да, универсальный. Кез келген жағдайда әрі Ағарыстың бір жақсы ерекшелігін атай кеткім келеді. Өте сезімтал, соққыны жақсы көреді, өз салмағына өте жылдам. Бұл тайминг деген енді өте жақсы бір басымдық кез келген жауынгер үшін. Просто хочется поаплодировать парням. Ждем, когда в октагон Ұзақ кеңесуде, но он не торопится. Насколько я понимаю, судьи еще не все вынесли свой вердикт. Енді бір жақты емес, екі жақты шешімде болып қалуы мүмкін деген. Сплит? Бәлкім. Кейбір төреші бір жақ таңдауы мүмкін ғой.
Сондықтан бұл да қызық болады. Темірлан Абдрахманов бір саусағын жоғары көтеріп, жеңімпаздың есім айтылған сәтте өзінің атын естігісі келетінін міне ішінен дұға жасап тұр. Да, вот это тяжелое ожидание, где уже успел помолиться. Өйткені мынау раунд біткендегі сәттен кейінгі бір секундтарда жауынгерлер әлде болса мынау қанның еттің қызуымен білмейді ғой. Ринг анонсер ортаға дереу шығып, жеңімпаздың есімін атаған сәтте, ойымша көпшілігі айқас алаңын тастап сыртқа шыққаннан кейін барып, сол сәтті тереңірек сезінетін сияқты. Ал енді қазір біз ұзақ күтіп қалдық. Ал енді жауынгерлер біраз уайымдай бастады. Олармен қосып бізде кім жеңімпаз деген сұраққа ринг анонсеріміз Рауан Его-то айқас все и алаңына ждут. шықты. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, 3 раундтың нәтижесі бойынша төрешілердің шешімі 2-ге бөлінді. Бірінші төреші 28-де 29 Абдрахманов. Екінші төреші 29-да 28 Жұмабеков. Және үшінші төреші 29-да 28. Төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен алаңның көк бұрышы Ағарас Жұмабеков.